Бір жарнамадан оралдық, құрметті көрермен, осындай әуезді әннен хабарымызда әрмен қарай жалғастырайық. Жаңағыны айтқан болатынмын. Эфиріміздің екінші бөлімінде керемет қонақтарымыз келіп, ақпаратпен бөлісетін болады деп өзім уәде еткендей, бүгін бізде облыстық тарихи-өлкетану музейінің қор сақтаушысы Кейкова Балым ханым келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Бәрі керемет. Жұмыс аптасы ойдағыдай өтті де? Ойдағыдай өтті де. Және де әдеттегідей бізбен қандай ақпаратпен бөлісесіз? Мен бүгін Спандияр Көбеев жайлы айтам. Жақында ғана туған күн болды, атамыздың шыны керек? Осы қазанда туған күні. Осы 2 жылдан бұрын 145 жасқа толар еді, ал биыл 147 жасқа толар ме еді. Егерде осы өмірде болса. Сол жайлы сіздерге айтуға келдім. Керемет, әрине өзіміздің жерлесіміз, атамыз. Өзіміздің тумамыз. Әрине бұл ақпараттарды енді бірі білсе, бірі білмес. Құнды ақпараттармен бөлісті, онда бастайық. Біздің өзіміздің ата-бабамызбен неге бөліспеске, неге айтпасқа. Енді ал Спандияр Көбеев осы өзіміздің Қостанай облысы Меңдіқара ауданында қазіргі Ақсуат деген ауылда 1878 жыл осы қазан айында дүниеге келген еді. Ол өзі кім? Ол осы жазушы, мұғалім және де осы қоғам қайраткері болып табылады. Ал енді әке-шешесі ол қарапайым адамдар, ол кедей отбасында дүниеге келген. Ол келместе бұрын әке-шешесінде 5 бала, 1 қызы болған екен. Және де ал енді руына келетін болсақ, ол осы Арғын тайпасының Саржетім руынан шыққан екен. Және де бұл жастайынан осы Спандияр Көбеевке әкесі өте қарапайым болған, және де хат таныған, және де ол көбінесе күнін осы қолөнер жасап күнін көрген екен. Еттікшілікпен де, балташылықпен де айналысқан. Ал анасы болса, ол да қарапайым, қайсар, ақылды ана, осы барлық ауылдың қадірлі анасы болып та саналады деп айтады. Және де бұның барлық осы әке-шешесінің берген тәрбиесі осы Спандияр Көбеевтің болуына, яғни педагог, жазушы болуына өте ықпалы еткен екен. Әрине бізде қазіргі уақытта да, бұрынғы уақытта да осы отбасында көрген тәрбие, өнеге балаға әсер еткен. Және де бұл осы мектеп жасына келген кезде әкесімен бір дәулетті кісі осы Соқытбайдың ауылына барған. Сол кезде Ыбырай Алтынсаринді кездескен екен. Бұл кезде әлде Ыбырай Алтынсариннің мектебі болмады. Сол уақыттан шамалы уақыт өткеннен кейін Ыбырай Алтынсарин осы ауылда өзінің алғашқы 1-2 жылдық мектебін ашқан болатын. Содан кейін 1887 жылы осы Спандияр Көбеев осы Ыбырай Алтынсариннің жетекшілігімен осы мектепке барады, сауатын ашады. Содан кейін бұл біткеннен кейін 4 жылдық мектепте, яғни Қарағайлы көл деген жерде 4 жылдық мектебін оқыған. Одан кейін осы Қостанай қаласында орыс қазақ мектебінде білім алады. Одан кейін дәл осы қалада осы мұғалімдерді дайындайтын курсқа қатысады. Содан кейін 1901 жылы ол осы Сәбит Көбеев осы бастауыш сынып мұғаліміні деген осы қағазын алып шығып, мұғалімдік жаңағы білімді алып шығады. Осы уақыттан бастап ол мұғалімдік қызметін атқарады. Мұғалімдік қызметі оның 55 жылға созылады. Ең алғашқы жаңағы мұғалімдік қызметі Ырғыз уезінің Толағай болысындағы Кішікім ауылында еңбек жолы осы уақытта басталады. Және де ал енді Спандияр Көбеевтің және де бұл Петропавловскіде де оқыған болатын. Петропавловскіде оқығанда ол өзі осы жаңағы ұлы орыстың жазушысы Крыловтың бірнеше мысалдарын қазақшаға аударған болатын. Соның бірі ол үлгілі тәржіме және де үлгілі бала деген еңбектері басылып шығады. Бұл кітаптар не нәрсеге арналады? Балалардың жаңа еңбек бірлікке, тату тәттілікке, ынтымаққа шақырған екен бұл
жаңағы басылымдары. Бұл енді осы ұлы орыс жазушының жаңағы Крыловтың бірнеше жаңағы мысалдарын аударып біздің осы қазақ баласына жеткізгісі келген. Және де осы Спандияр Көбеевтің ең ірі осы тұңғыш романдардың бірі ол «Қалың мал» деп аталады. Ол 1913 жылдың қазан айында басылып шыққан. Бұл романның осы Спандияр Көбеевтің өмірінде өте ерекше орын алады. Және де бұл романда не жайлы айтылады? Және әлеуметтік теңсіздік, және де әйелдердің жастар өмірі, және де қазақ әйелдерінің тағдыры туралы осы «Қалың мал» романында айтылған болатын. Және де бұл Спандияр Көбеевтің өзінің өмірінде болған барлық өзінің несімен, тәжірибесімен бөліскен жаңағы еңбегі ол орындалмаған арман деп аталады. Ол 1954 жылы шығып, екінші рет кітап болып баспадан шығады. 54 жылы өңделеді, содан кейін ол екінші рет баспаға шығады. Және де бұл Спандияр Көбеев бастамасымен бір қатар ауылдарда, соның ішінде жаңа өзі дүниеге келген жерде де жаңа мектептерді ашуға үлесін тигізген. Соның бірі ол Түбек, Қарқын, Боровской, Шолақсай, Ұлысай мектептері ашылған болатын. Және де ал 1931 жылы осы Спандияр Көбеевтің көп жылғы еңбегі осы Ақсуат ауылында мектеп ашылған болатын. Және де осы жерге біздің қорымыздан, Қостанай тарихи-өлкетану музейінің қорынан осындай туындыларды алып келдім. Ол Спандияр Көбеевтің таңдамалы шығармалары деген еңбегі. Және де бұл жерде оған берілген орденская книжкасы. Осы Спандияр Көбеевтің өзі бейнеленген. Және де барлық общее положение. Және де бұның ерен еңбегі үшін орден медалімен 2 рет марапатталған болатын 39-49 жылдары. Бұл құнды жәдігерлердің бірі, иә? Атамыздың өзінің кәдімгідей қолына берілген. Иә. 2 рет КСР жоғары кеңесі президиумы 39-49 жылдары осы Ленин орденімен марапаттаған. Түп нұсқасы әлі күнге дейін сақтаған, иә? Содан кейін атамыздың өз қолымен ұстаған. Және де оның еңбегі үшін жаңағы осындай куәлік берілген болатын. Бұл енді жаңағы Спандияр Көбеевтің өзі жаңағы 6 класс оқушыларымен фотоға түскен. Және де бұл жерде 2 адам бейнеленген. Бірінші адамы белгісіз, екінші адамы ол Панков дейді. Бұл жерде өзінің жаңағы өлеңдерін оқып жатыр. Кітаптармен таныстырып жатыр, е? Иә, кітаптармен таныстырып жатыр. Жаңағы бұл білімді бітірген, жаңағы мұғалімдік, орта мектеп мұғалім бітірген туралы бұл аттестат. Жаңағы осы бұл түп нұсқасы Спандияр Көбеевтің. Кезіндегі диплом ғой, иә бұл? Иә, аттестат. Қазіргі уақытта диплом деп аталады. Білім жолында алғашқы қадамдары дәл осы аттестаттан бастаған секте болады, е? Иә, осының барлық заттары, бұдан басқа да заттары бар. Біздің Қостанай тарихи-өлкетану музейінде. Керемет. Құнды жәдігерлер деп санаймын. Ал және де атамыздың кітабы дедік, жаңа таңдамалы шығармалар. Бұл да түп нұсқа, е? Түп нұсқасы. Бұл жерде өлеңдері бар. Бұдан басқа тағы бір кітап бар, Спандияр Көбеевтің. Бір сұрақ, бұл кітап атамыздың тұсында шығарылған бе екен? Иә. Керемет. Қазіргі уақытта бұл кісі болса 147 жасқа толар еді, ал 2023 жылы оның 145 жылдағы тойланған еді. 2 жыл бұрын салтанатты кәдімгідей мерейтой жасадық, иә? Иә. Жылығы. Осы өзінің еңбек жолын 55 жыл бойы осы сүйіп атқарған екен. Ал 1956 жылы ол 2 желтоқсан күні 78 жасында дүниеден өткен. Және де Спандияр Көбеев осы Ақсуат кентінде жаңағы жерленген болатын.
Керемет. Жалпы атамызды біз ең бірінші кезекте біз педагог ретінде танимыз, иә? Мұғалім, педагог ретінде. Жалпы осы қоғам қайраткері. Ағартушылық қызметке көп еңбек еткен атамыз. Жалпы байқайсыз ба, Балым ханым, бізде күз мерейтойға жалпы осы ағартушы адамдардың туған күндерінен тойлау күні кеше біз Жақып атамыздың 145 жылдығын тойлаған едік. Енді міне Спандияр Көбеев атамызды 147 жасқа толар еді. Керемет. Осы тұста сізге сұрақ қояйыншы, осы алдағы уақытта Шоқан Уәлиханов атамыздың да 180 жылдық мерейтойы келе жатыр. Жалпы осындай ұлы тұлғалардың туған күніне қарайсыздар, қандай мерекелік іс-шаралар ұйымдастырасыздар ма жалпы? Жаңа көрмелер, оның алдында да мысалы ұлы Абай атамыздың 180 жылдығына арналған іс-шаралар болды. Алдағы уақытта болады деп ойлаймын. Жоспарлануда. Қарқынды жүріп жатыр, Ал осы сынды ақпараттарды біз қайдан біле аламыз? Біздің осы Қостанай тарихи-өлкетану мұражайының қорынан қандай мерекелер болатын біз жаңағы әлеуметтік желіде Қостанай тарихи-өлкетану музейінің өзіндік несі бар, желісі бар. Инстаграмда сол арқылы біле аласыздар. Яғни ресми кәдімгідей өздеріңіздің барлығы да сол жерде жарияланады. Керемет. Біз музеймен таныспыз, апта сайын келіп тұрасыздар. Шынымен де апта сайын көптеген жаңалықтармен келіп, қарқынды жұмыс жүргізіп жатқандарыңызды білдіртіп жатасыздар. Енді осы орайда сіздерге алғысым шексіз, өйткені тарихын білмегеннің болашағы бұлыңғыр дейді, келісесіз бе? Осындай өзгелең ұрпаққа осы кісілердің еңбегін, еңбек жолын, жалпы қазаққа жасаған жаңағындай барлық жақсылығын білдіртіп айтып жүресіздер, еңбегін елеп. Үлкен рахмет. Енді келесі сәрсенбі күтетін боламыз міндетті түрде. Бүгінге ақпарат осы, келгеніңізге рахмет, уақыт бөліп. Құрметті көрермен, біз шағын ғана жарнамаға кезек берейік. Бүгінге ақпараттар легі осы екен. Ал жарнамадан кейін бүгінгі күнге қатысты маңызды оқиғалармен бөлісетін боламыз. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар.